Тәуелсіздік күні қарсаңында Самұрық-Қазына акционерлік қоғамында салтанатты жиын өтті. Қордың басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев ел дамуына еселі үлес қосып, құрмет орденіне лайық деп танылған 4 тұлғаға мемлекеттік марапатты табыс етті. Еңбектің еленгені мен мемлекеттік марапаттың мәртебесі бөлек екеніне тоқталған төраға трансформация аясында әлі түбегейлі өзгерістер болатынын айтты. Келесі жарты жыл уақытысында біздің жаңағы орталық компаниямыз барлық еншілес компанияларымызда үлкен жұмыс жүреді. Оның мақсаты біз өзіміз өзгеруіміз керек. Біздің жұмыс істеу тәсілдеріміз, бірге команда болып істеу, қалай шешімдер қабылдау, соның бәрі мынау әлемдік стандарттарға сай болып қалыптасу керек. Сондықтан өте қызықты кезең алдымызда тұр деп айтуға болады. Саналы ғұмырының сан жылын сүйікті кәсіпорындарын дамыту жолына сарп еткен 8 қызметкерге ерен еңбек үшін медальдары тапсырылды. Жиыннан омырауы сылдырлап шыққан Нұрғазы Құдыбаевтың еңбек өтілі 35 жыл. Қазыналы қарт қарамағындағы 12 адамға білгенін үйретіп бағып жатыр. Бүгінгі күнге жастарға сабырлық. Кішкене енді бізде мемлекетімізде әртүрлі қиыншылықтар бар ғой, соған сабыр етіп, шыдап, өз мына аңсаған армандарына жетіп, білім алып, білім бар жерде өте бір болашақ бар дейді. Бейнетқор тағы 4 адамға Қазақстан Республикасының құрмет грамоталары табыс етілді. Жұмыс орнында еңбектен бөлек ерлігімен танылған азаматта марапатталды бүгін. Ержан Қожаниязов кен орнындағы компрессор істен шығып, апат болғанда әріптесін ажалдан арашалап қалды. Мен тыныс алу аппаратын киіп алып көтерілдім жоғарыға. Көтеріп кірсем, жатыр екен, құлап қалған. Кіреберістегі жаңағы апаттық түймесін басып, компрессор тұрғыздым. Қолымда рация болатын. Сонымен жаңағы хабар бердім аға операторларға, басшыларға. Осылай жағдай болды. Жедел жәрдем шақыруларын өтініп. Сол өзім жаңағы кірісіп, соны көтеріп, тысқа алып шықтым да, таза ауаға. Марапат алғандар 2 күндік демалыстан соң қайтадан қызу іске кіріседі. Елбасы трансформация форумында еңбек өнімділігін 30-40%-ға арттыруды тапсырған. Еңбек ұжымдарына ортақ ендігі меже осы.